Операциялық жүйе және жүйелік бағдарламалау курсынан бірінші дәрісті бастаймыз. Дәрістің тақырыбы операциялық жүйе, оның қызметі және функциялары. Жоспары: операциялық жүйе анықтамасы мен қызметі, операциялық жүйенің жіктелуі және операциялық жүйеге қойылатын талаптар қарастырылады. Операциялық жүйе дегеніміз есептеу жүйелерінің ресурстарын дұрыс пайдалануға және онымен ыңғайлы түрде жұмыс істеуге арналған басқару және жүйелік программалардың комплексі. Операциялық жүйе қызметі есептеу жүйесінде есептеу процестерін ұйымдастыру, әртүрлі есептерге ресурстарды дұрыс тарату, қолданушыларға есепті өңдеуді және программалау процесін жеңілдететін көптеген сервистік құралдарды ұсыну. Ресурстарға процессорлық уақыт, жады, құрылғылар және тағы басқалар жатады. Операциялық жүйе екі байланыссыз функция атқарады. Қолданушы программистке машинаны ыңғайлы түрде пайдалануға мүмкіндік береді. Екінші, ресурстарды пайдалануын тиімдетеді. Ресурстарды жоспарлау, яғни кімге, қашан, қандай көлемде бөлінуді анықтайды. Ресурс жағдайын қадағалау, яғни ресурстардың бос немесе бос емес екені жөніндегі мәліметтерді қадағалау. Ал бөлінген ресурстар үшін оның қандай бөлігі бөлінеді және қандай бөлігі бос екені жөнінде білу. Осы жалпылама екі есепті шешу үшін әртүрлі операциялық жүйелер әртүрлі алгоритмдерді пайдаланады. Соңында қолдану аймағында өнімділікті қосу арқылы оларды толық анықтайды және қолданушы интерфейсін құрады. Операциялық жүйенің жіктелуі. Операциялық жүйе компонентінің негізгі ресурстарын басқаратын ішкі алгоритмінің мүмкіндіктерімен ерекшеленеді. Операциялық жүйенің жіктелуінің негізгі белгілері келесі слайдта көрсетілген. Ресурстарды басқару алгоритмдерінің ерекшеліктері бойынша көп қолданушылық режимін қолдау, көп есептілік қолдау, яғни бір уақыт мезгілінде орындалатын есептер саны бойынша. Үшінші, ығыстырылатын және ығыстырылмайтын көп есептік. Мұнда процессорлық уақытты бір мезгілде орындалатын бірнеше есептер арасында бөлу тәсілін анықтайды. Төртінші, көп жіктілікті қолдау. Бір есепті параллель орындауы мүмкін. Бесінші, көп процессорлық өңдеуді қолдау, яғни асимметриялық және симметриялық. Симметриялық операциялық жүйе барлық процедуралары қолданылады. Ал асимметриялық операциялық жүйе жүйенің тек бір процессоріне қолданылады, ал қалған процессорларда қолданбалы программалар орындалады. Аппараттық құрылғылық платформалардың ерекшеліктері бойынша келесіге бөлінеді. Яғни операциялық жүйе қажетіне аппаратты құрылғы әсер етеді. Құрылғы түріне байланысты дербес компьютер, мини-компьютер, мейнфреймдар, кластер және электронды есептеуіш машина жүйелерінің операциялық жүйелері болады. Бұлардың ішінде компьютердің бір процессорлық және көп процессорлық нұсқалары кездеседі. Аппараттық платформасы бір түрдегі компьютерден екінші түрдегі компьютерге оңай ауысатын операциялық жүйе мобильдік операциялық жүйе деп аталады. Мұндай жүйелерде аппараттық байланыстар локалды, сондықтан жаңа платформаға ауыстырғанда тек қайта жазылады. Ауыстыруды жеңілдету үшін операциялық жүйе машиналық еркін түрде жазылады, мысалы C тілінде. Қолдану аймақтарының ерекшеліктері бойынша үш топқа бөлінеді. Пакеттік өңдеу жүйелері, уақытты бөлу жүйесі және нақты уақыт жүйелері. Енді әрқайсысына тоқталып өтейік. Пакеттік өңдеу жүйелері нәтижелері тез алынуды талап етпейтін, есептеулері көп есептерді шығаруға арналған, оның негізгі мақсаты мен критериясы максималды өткізу мүмкіндігі. Бұл мақсатқа жету үшін пакеттік өңдеу жүйелерінде басында тапсырма пакеті құрылады. Ал әрбір тапсырма жүйелік ресурстар талабын ескереді. Осы пакеттен мультипрограммалық қосынды құралады. Бұл жүйелер қолданушыға ыңғайсыз болады. Уақытты бөлу жүйелері. Бұл жүйелер пакеттік өңдеу жүйелерінің кемшілігін түзеу үшін арналған. Әрбір қолданушыға терминал беріледі.
Терминал арқылы қолданушы өз бағдарламасымен сұхбат жүргізеді. Бұл жүйеде әрбір есепке процессор уақытының кванты бөлінеді. Сондықтан қолданушыларда әр машинада тек өзі жұмыс істеп отыр деген елес болады. Бұл жүйеде өткізу қабілеті төмен болады. Нақты уақыт жүйелері. Бұл әртүрлі техникалық объектілерді басқаруға арналады. Мысалы, станок, спутник, ғылыми эксперименталды құрылғылар немесе техникалық процестер. Бұл жүйелерде объектіні басқаруға арналған бағдарламаны орнату үшін шектелген уақыт беріледі. Нақты уақыт жүйелерінің эффективтілік критериясы осы алдын ала берілген уақыт интервалын сақтауда. Бұл уақыт жүйенің реакциялық уақыты, ал сәйкес келетін жүйе қасиеті реактивтілік деп аталады. Операциялық жүйе құру әдістерінің ерекшеліктері бойынша базалық концепцияларға келесілер жатады. Яғни жүйенің ядросын құру әдісі, монолиттік ядро немесе микроядролық көзқарас. Объектілік бағытталған көзқарас негізінде құру. Бірнеше қолданбалы орталар болуы бір операциялық жүйеде бірнеше операциялық жүйеге арналған қосымшаларды бір уақытта орнатуға мүмкіндік береді. Ұйымдастыруды бөлу операциялық жүйеде қолданушыға немесе программистке желілік ортада жұмысын жеңілдетеді. Операциялық жүйеге қойылатын талаптар. Кеңейтілуі. Қажет болған жағдайда жүйенің бүтіндігін бұзбай, өзгертулер мен қосымшалар енгізу мүмкіндігі. Екінші талап ауысулығы, яғни коды бар процессор түрінен екінші процессор түріне аппараттық платформаға жеңіл айналу керек. Үшінші талап ол сенімділік, жүйе ішкі және сыртқы қателерінен тұрып қалуларына сақталу керек. Төртінші талап сәйкестілік. Ескі операциялық жүйе үшін жазылған программалар жаңа операциялық жүйенің қолданыла алатынын мүмкіндігі. Бесінші талап ол қауіпсіздігі. Операциялық жүйелер қолданулар арасында қорғалу ресурстары болуы керек. Алтыншы талап ол өнімділік. Аппараттық платформаға байланысты, уақыт реакциясына байланысты жұмыс істеу керек, жұмыс істеуі қажет. Жетінші талап ол жұмыс істеу ыңғайлылығы.